Саламатсыздар ма достар? Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы қалай онлайн түрде карточкаға заявка беріп, сол заявканы алып кету. Осы қазіргі кезде маған көптеген сұрақтар қойылып жатыр. Біздің осы счеттарымыздың бәрі арестте болса, банк арест қойып тастады, сот орындаушылар аресттерін қойып тастады. Біз қалай осы өзіміздің пособиямызды аламыз дейді, яғни 42.500 теңгені. Сол сұрақтарға мен осы видеода жауап бергім келеді. Ең алдымен сіздер осы карточкаңызды онлайн түрде заявка беріп, бесплатный доставкамен алсаңыздар болады. Ол үшін ең алдымен сіздер өздеріңіздің телефондарыңызға кіріп, онлайн түрде, яғни осы Google-ға кірсеңіз, поисковикке жазамыз. Мына Халық банк деп тұр. Халық банк дегенге біз басатын болсақ, мына официальный банктың өзінің официальный сайты шығады, ең бірінші болып соған басамыз. Халық банкқа міне кіріп жатырық. Осы Халық банк сайтына кіргеннен кейін бұл главная страницасы, осы жағында, оң жағында ең үстінде осы 3 сызықша тұр, жасыл, осыған басамыз. Осы 3 сызықшаға басқаннан кейін бізде мына жақта жазылып тұр: Home Bank, акции, кредиты, карты, депозиты, переводы и другие услуги деп. Бұл жерде біз картаға басамыз, өйткені бізге карта керек. Бесплатная доставка деп тұр, 4-ші. Осы бесплатная доставкаға басамыз. Одан кейін барып бізде осылай шығады: халық бонус карт. Кішкене төмен қарай түссек, міне бесплатная доставка деп шығады. Бұл жерде сізден сұрап жатқаны ең бірінші өзіңіздің еніңіз, яғни удостоверение личности, жеке куәлігіңізде жазылған өзіңіздің еніңізді осы жерге тересіз. Мына жерге болса өзіңіздің ұялы телефоныңыздың номерін жазасыз. Содан кейін өзіңіз қай қалада боласыз, сол жерге жазасыз. Бұл жерде болса Алматы, Нұр-Сұлтан ғана деп тұр. Өйткені Алматы, Нұр-Сұлтан қаласында ғана бізде бесплатная доставка. Қалған қалаларда бесплатная доставка болуы мүмкін, бірақ сіздер өзіңіз Халық банктың номеріне звондап операторлардан толық кеңес алсаңыздар болады. Бұл жерде сіздерге Алматы және Нұр-Сұлтан қаласындағы осы адам және азаматшаларға мен сіздерге түсіндіріп өткім келеді. Осыны сіз қаланы таңдағаннан кейін, бұл жерде осы подтверждаю, что город выбран правильно деп жазасыз. Содан кейін барып заказать карточку дейсіз. Осы кезде сіздің осы заявкаңыз бір күннің ішінде қарастырылады. Бір күннің ішінде сіздерге қоңырау соғып, карточкаңызды осы Алматы қаласы немесе Нұр-Сұлтан қаласының қай жеріне алып келу керек, қалай алып келу керек, соның барлығын сізден сұрап, 3 күннің ішінде сізге Алматы немесе Астана қаласындағы адресіңізге карточкаңызды жеткізіп береді. Сіздер осы карточканы ашатын кезде ең басында осы сіздерге звондайды, заявканы түскеннен кейін банкқа, осы банктың операторлары сіздерге звондайды. Звондаған кезде сіздер специальный счет аштыруыңыз керек. Сіздерге просто расчетный счет және тағы басқа счеттар емес, специальный счет дегенді аштырсаңыз, сол кезде осы специальный счетқа сіздерге сот орындаушылар, банктер осы аресттерін қоя алмайды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.